Бұл біздің қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк. Бұл тарыдан жасалады. Құрамы дәруменге өте бай, әсіресе жаңа босанған жас аналарға өте пайдалы тағам болып табылады. Ал ендеше біз майсөгімізді жасауды бастаймыз. Алдымен тарымызды 5-6 рет жақсылап жуып аламыз. Содан соң кастрөлімізге салып, үстінен бөлме температурасына сүтімізді құйып, жай отта осылай қақпағын жауып пісіріп алатын боламыз. Арадан 5 минут уақыт өткеннен соң мінекей біздің майсөгіміз қайнап жатыр. Ендігі кезекте міндетті түрде сүт тартылып кеткенше жақсылап күрекшенің көмегімен араластырып отырамыз. Бұл шамамен 10 минут уақытты алады. Мінекей біздің майсөгіміз әбден қайнап, сүті тартылып дайын болды. Ендігі кезекте біз майсөгіміздің үстіне қалауымыз бойынша қант қосамыз. Егер де сіз тәтті қылып жегіңіз келсе, қант қосыңыз, болмаса қоспай жасасаңыз да болады. Мен 3 ас қасық қант салдым, одан соң үстінен осындай сары май салып, барлығын жақсылап сары май ерігенше араластырып алдым. Құрамы дәрумендерге өте бай және де өте тойымды болып келеді. Мінекей біздің майсөгіміз дайын болды. Осылай кесеміздің ішіне жақсылап салып, осылай үстінен қатты етіп басып шығамыз. Бұл біздің майсөктің өзінің әдемі формасын ұстап тұру үшін. Қаласаңыз, тарелкеге салып жей берсеңіз де болады. Бұл менде әдемілік үшін жасап жатқан жайым. Мінекей біздің майсөгіміз дайын болды. Қараңыздар, өте тамаша, өте оңай жасалады. Міндетті түрде осы видео бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, бұл видеом сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетуіңізді сұраймын.